Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге осылай ерекше мантыны дайындап көрсететін боламын. Каналыма қош келдіңіздер. Алдымен табағымызға бір жұмыртқамызды, бір ас қасық тұзымызды, 100 мл суымызды және бір кесе ұн салып жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырын дайындап болдым. Неге енді бір шетке қоя тұрамын. Начинкасын дайындауға кірісемін. Осылай үлкен бір пиязды қолдандым. Пиязды блендердан өткізіп алатын боламын. Сізде блендер болмаса, майдалап тураңызға болады пиязды. «300 грамм тартылған етке бір пиязымызды және дәмдеуіштерімізді салып, начинкамызды дайындаймыз. Дәмдеуіштерден тұз және универсал приправасын қолдандым. Жақсылап араластырамыз. Начинкамызды дайын, енді қолыммен домалатып шариктер жасап шығамын. Қамырды да жайып болдым. Енді қамырды бөліктерге бөліп алатын боламын. Қамырдың осылай 4 жағында кесіп шығамыз. Мінекей достар, ерекше мантыларымыз пісті, дайын. Достар, түрі де әдемі, дәмі де әдемі болған дастарханға көрік беріп тұратын осылай ерекше мантыларды дайындап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қоңыраушаны басып кетулеріңізді сұраймын. Видеоларым сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.
сіздермен болған Альбина. Сау болыңыздар достар.